Бұл Richens компаниясы. Жалпы Richens компаниясы қазақстандық компания. Richens деген сөзді байлыққа шанс деген аудармасымен айтқанда, жаңадан өсіп келе жатқан компания. Мен сізді осы Richens компаниясына келіп, Richens компаниясының даму тарихымен бірге өсуіңізге шақырамын. Жалпы Richens компаниясында бір жылға енді ғана толамыз. Бір жылға толар-толмас уақытта әлемнің 7 мемлекетіне біз қазір қазақстандық өнім ретінде өзіміздің өнімді жіберіп жатырмыз. Командаменен 2 шет мемлекеттерде болдық. Былтыр Катарда болатын болсақ, биыл міне қыс мезгілінде Вьетнам мемлекетінде отырмыз. Қазақстанның өзінде екі рет демалдық. Ең алғаш ашыла салған кезде бір айдың ар жақ бер жағында 150 адамды Катарға алып барды. Қазір міне 24 көшбасшыны Вьетнамда демалтып жатыр. 11 күн. Бүгін 10-ші күн демалып жатқанымыз, Аллам қаласа ертең ауылымызға қайтамыз. Бар айтатыным, біз өзіміздің өнімді, отандық өнімді басқа мемлекеттерге таратуға тырысуымыз керек. Жетеді ғой, басқа шет мемлекеттерге жұмыс жасап келгеніміз. Мысалы, біз барлық обороттан 80%-ін шет мемлекеттің қазынасына толтырып отырған екенбіз. Ал қазір барлық 100% біздің табысымыздың налогы өзіміздің Қазақстанға кетеді. Сондықтан мен сізді қазақстандық жаңадан өсіп келе жатқан жаңа компанияның басына шақырамын. Бірге өсуге шақырамын.